Алматыда демалыс күндері өтетін ауыл шаруашылық өнімдері жәрмеңкесі жаңартылды. Шаһардың 4 ірі ауданында ұйымдастырылған сауда алаңына 700 тонна азық-түлік әкелінді. Сапалы тауар 2 күнде базар нарығынан 20-25% арзан бағамен сатылды. Жәрмеңкеге қала іргесіне жақын ауылдарда орналасқан кәсіпкерлер 300-ге жуық тағам түрін әкелді. Айтгүл Қапизова 50 жыл бойы мал шаруашылығымен айналысып келеді. Қалаға жайылымда семірген ірі қараның еті мен сүтін әкеліп сатады. Өнімдерінің бағасы қолжетімді, содан болар сұраныс көп дейді шаруа. Бұл орын енді керемет. Өз өнімімізді әкелеміз. 2 күнде бір жылқы, бір сиыр, 10 қой сатып кетем. Құдай білсе, 500 литрде сүт сатып кетем. Ал Фарида Мугдатова сауда алаңына еңбекші Қазақ ауданынан арнайы келіпті. 3 гектар жерге көкөніс пен жеміс-жидек өндіріп 20 жылдан бері өз кәсібін дөңгелетіп отыр. Помидор, қияр бәрлігіміз өзіміздікі. Бағалары алманың примерно 200 теңгеден 500 теңгеге дейін сатып алушылар көп. Бізде өзімдерім, клиенттерім бар. Таза өнімдеріменен бізді қамтамасыз етіп отыр. Еттің барлығын өздері дайындайды, үйінде алып келеді. Қазы қартасының бәрі таза, құс еттерінің бәрін өздері дайындап, качественный алып келеді. Жәрмеңкелер Алып шаһардың 4 ауданында өтті. 2 күнде 32 мыңға жуық тұрғын келіп, 700 тонна өнім арзан бағамен саудаланды. Оның ішінде 550 тонна ет, 100 тонна жеміс-жидек пен көкөніс, 50 тонна сүт өнімдері сатылды. Были заменены наши старые палатки. Ескі шатырларды жаңасына ауыстырдық. Саудагерлерге ыңғайлы болу үшін жаңа сөрелер орнаттық. Жылумен, жарықпен де қамтамасыз етіп отырмыз. Әр кәсіпкерге бір шатыр тиесілі. Сондай-ақ келушілерге де қолайлы болу үшін жәрмеңкеде автотұрақ қарастырылған. Сауда алаңына 300-ге жуық кәсіпкер өз өнімдерін алып келді. Мұндай ірі жәрмеңкелер жыл бойы демалыс күндері тұрақты түрде өткізіледі. Айдана Қуантхан, Бауыржан Сәрмеке, ұлттық арна, Алматы.